Бұл спорт деген қана біреуге тек қана төбелес шығар, біреуге может атақ шығар, біреуге ақша шығар, біреуге тарих шығар. Бізге белгілі бір деңгейде ұлтқа қызмет ету де бар да. Қараш, ESPN-нен қазақша сөйлеу ол үлкен нәрсе негізі. Айтпесем, соны айт маған. Бізде өкінішке қарай бір қазақтың тілі бар ғой. Қазақтың тілі бір көп адамдар, мен бәрі демеймін, көп адамдар қазақтың тілін бір ештеңеге жарамайтын тіл сияқты көргісі келеді да. Жәнібек өзі де жазды ғой, өткенде қазақтың тілі тек қана ауыл арасында ғана сөйленетін тіл емес. Міне қазақтың тілі Америкада ESPN телеарнасында шырқалып жатыр. Қазақтың даусын, қазақтың ғ, қ, ың деген әріптерін әлемге естіртейік деп жатыр да. Бұл да түсінгенге идеология. Қазақтар да ағылшынша білмей, орысша білмей, тек қана қазақ тілмен қазақша тірлік істей алады. Лас-Вегаста, мейн-эвентте сондай тірлік істей алады дегенде де бір шетінен көрсеткіміз келді да. Өйткені бәрібір стереотип бар ғой. Бәрі орыс тілді қазақтар, мен бөлгім келмейді, бәрі ол орыс тілді болсын, қазақ тілді болсын, ол қазақ бауырымыз қалай дегенде де. Бірақтан қоғамның ішінде орыс тілді қазақтар және қазақ тілді қазақтар деген сияқты бір өзінше кім бөлгенін білмеймін. Қай ақымақ бөлгенін білмеймін. Бөлген дұрыс емес. Дұрыс емес қой. Солар ойлап алғанда, орыс тілділер сәл дамып кеткен деген сияқты, қазақ тілділер ұяңдау, ұялат, екінші орында деген сияқты. Жоқ, таза ауылдан шыққан сөйтіп жүріп, Америкада осындай тірлік жасап жүрміз да. Сондықтан көріп отырсыздар ғой, ауылдағы қазақтар көріп отыр. Мен де осын бөлсем ғой, мен де қанша өзім інілерім бар. Тіл білмесеңіз, тіл деген ол жетістікке жетудің тұсауы емес. Талабыңыз болса, мақсатыңыз болса, идеяңыз болатын болса, Құдай қолдап тұратын болса бар ғой, тілсіз ақ бүкіл нәрсені істеуге болады.